Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай қадірменділер? Әуесқой бокс туралы бірқатар жаңалықтар жиналып қалыпта. Осы бағытта әңгіме қозғасам деп отырмын. Бірінші рет әрине біз Дубайда өтетін IBA-дің әлем чемпионатында ойда ұстап жүргеніміз рас. World Boxingтегі толағай табыстан соң өзбектермен болар тағы бір бәсеке осы біріншілікте болу керек еді. Бірақ біз әзірге аталмысында қазақтар қатыса ма жоқ па білмей отырмыз. Күні кеше әлем желіде федерацияның басқаршысы Мерей Ақшаловтың мәлімдемесін оқып қалдым. Оның айтуынша құрама жалпы жарысқа қатысуға дайын екен. Ол үшін баратын боксшыларды анықталып қойылған дейді. Бірақ нақты шешім қараша айында Индияда өтетін World Boxing конгресінен кейін анықталады деді. Мұнда біз Головкиннің шешімін күтетін секілдіміз. Гена әлеміне бұл жаңа ұйымда президент болады деп отырмыз ғой. Сол сайлау өткен соң Triple G соңғы сөзді айтатын секілді. Қатысамыз ба жоқ па? Бір жолата ескі ұйымнан кетеміз бе? Негізі әрине қос қайықтың басын ұстауға болмайтын нәрсе ғой. Оның үстіне олимпиадалық әуесқой бокс тізгінін отандасымыз ұстайтын болған соң, оның жетегінде жүруіміз де керек шығар. Бірақ мына жақта Кремлев сымдық сияқылар тігіп, былғары қолғап шеберлерімізді қызықтырып отыр. Егер боксшылардың өзіне ерік беретін болса, әлем чемпионатына баруға біздің бірінші номерлеріміз құлшына кірісетіндігі анық. Кім бұлай байықсы келмейді дейсіз? Оның үстіне жер бетінің басым бөлік елдері бұл ұйымнан ат құйрығын үзісіп кеткен. Енді қиын таңдау тұр. Бапкерлер де, спортшылар да ауыздарынан су ағып қызығып отыр мұнда өнер көрсетуге. Алайда шешім Головкинде болмақ. Үй ішінен ит тіккенде жарамайды. Мен альтернативалы федерацияны айтып отырмын. Мұндайды бұған дейін де айтқанмын. Жалпы жақын уақытта таза IBA туасында елімізде тағы бір бокс ұйымы құрылуға ғажап емес. Мұнда енді таңдау боксшыларда болатындығы анық. Осындай идея жүзеге асса біздегі кіл мықтылар осы жаққа ауысып кетуі мүмкін. 4 жылда бір келетін олимпиадаға қатысып $250 мың алған дұрыс па әлде? Жылда әлем чемпионатына қатысып $300 мың алған жөн бе? Әрине ақмақ болмаса IBA-ді таңдайды. Ал біздің боксшылар ақмақ емес. Бизнестің не екенін түсініп қойған. Баяғы ел намысы дейтін, көк ту үшін жанымды беруге дайынмын деген боксшылар уақыт өтіп кеткен. Және бұл дұрыс. Мұндай қауіпті спортқа өміріңді арнаған екенсің, соңында кім? Болат Жұмаділов секілді қорғансыздың күйін кешкісі келеді дейсіз. Әрине мансап аяқталғанда әрқайсысы өмірінің қалған уақытына жететін қаржы тауып, дүниесін түгелдеп қойғанын қалайды. Сондықтан жақында біздің елде боксқа қатысты үлкен жаңалықтар болуы мүмкін. IBA олимпиадалық ойындарға қатысу құқығынан айырылғалы бері құр отырмағанын көріп жүрміз. Жаңашылдықтарды жиі шығарып жатыр. Ең бастысы оларда қолдау сұмдық. Қаржылық жағдайлары доп-домалақ. Ал World Boxing ше, олар әлем чемпионатын өткізді, бірақ қомақты қаржы үлестіргенін көрмедік. Міне, күн ертең әлем кубогының финалдық кезеңі Индияда өтеді. Оған бізден баратын боксшылар тізімі қолыма түсті. Кілең жастарды салыпты. Нұрсұлтан Алтынбек, Аман Қонысбеков, Дәулет Төлемісов, Темірлан Мұхатаев және Нұрлан Сапарбай баратын болған. Бұл жөнде шығар. Ал егер жалпы командалық есеп тұтсаң, $1 мың төленеді десе, біз мүлде басқаларды көретін бе едік. Әзірге осы. Ал енді мен Жәнібек Әлімханұлы мен Эрисланди Лара кездесуіне қатысты жаңалықтарға тоқталамын. Осы кештің карда жасақталып жатқандығы белгілі нәрсе. Ал кеше менің көз қарақты көрермендерімнің бірі мына бір нәрсені айтуды сұрады және түсініктеме беріңізші деп өтінді. Мұны негіз айтпай-ақ қойын дегенмін. Болмады. Әңгіме Мексика боксының жарқырап келе жатқан жұлдыздардың бірі Хесус Моно Рамос кіші мен Шейн Мозли кіші арасындағы кездесу хақында болмақ. Bir қарағанда алып бара жатқан түгі жоқ секілді ғой. Бірақ бұл боксшылар орта салмақтағы WBC тұжырым бойынша уақытша чемпиондық белбеуге таласатын болады. Бұл Карлос Адамастың белбеуі негізі. Адамас Жәнібекпен шығудан үзілді-кесілді бас тартқандықтан ұйым уақытша, яғни интеримді бәске тігіп отыр. Осылайша американдықтарға бір белбеуді алып беретін түрі бар. Кейін бұл жекпе-жектің жеңімпазы Адамаспен шығады, немесе Адамасты белбеуді босатуға мәжбүрлейді. Сонда Жәнібек 4 белбеу үшін кездесуде Карлоспен емес, осы екеуінің бірмен бокстаса ма? Бұны қойшы, белбеуге заңды үміткер Мейірім Нұрсұлтанов қайда қалады? Одан біреу сұрады ма? Мұндай кездесу болады, шығасың ба деп. Айғайдам. Аягөздік боксшы бұл жағдайда білмейді емес, біледі, өйткені бұл бір ай бұрын шыққан жаңалық. Адал Promotions айғарап отыр ма? Бір мәнісін жасамады ма? Мықты боксшыны өздерін алып алды да, не істерлерін білмей отыр. Мейірімнен де бар негізі. Нең бар еді? Мансабыңның шешуші кезеңде Қазақстандық Promotionспен байланыс жасап. Енді тұрып қалмау керек оған. Қандай да бір кездесуге шығу маңызды. Реті келсе Америкада. Ондай жасалмаса адалдан кеткенде жөн шығар. Эгис Климаста дым бітіріп жүрген жоқ секілді Мейірімге қатысты. Ол қазір өзіне хайп жинап жүр. Теренстің жанында отырып, Жәнібекпен болашақта шығады деп алдап. Обал болды Нұрсұлтановқа. Тағы бір мәрте оның жолы кесілгені анық нәрсе. Бейнематериал ұнады ма, онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары мол нам болсын.